Ғылымды да, кәсіпті де алға сүйреп, отбасын алға жетелеп жүрген Плешаковтар отбасы көпшілікке үлгі болары сөзсіз. Анатолий Андреевич пен Галина Николаевнаның отау құрғандарына 38 жылдың жүзі болыпты. Бүгінде ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отырған мерейлі отбасы. Олармен біздің арна тілшілері жақынырақ танысып қайтты. Анатолий Андреевич пен Галина Николаевнаның алғашқы танысқан күндеріне 40 жылдан асса да, олар бұл күнді ұмытқан емес. Би алаңында кездескен олардың таныстықтары отау құрумен аяқталды. Содан әлі күнге тату-тәтті күн кешіп келеді. Үйдің отағасы, тарих ғылымдарының кандидаты, археолог, бірнеше жаңалық ашқан ғалым, балаларына да тәлімді тәрбиемен өнегелі білім берген әке деуге саяды. Далматовта бірнеше жыл жұмыс істеп келеміз. Біз бұл орында жойылып кеткен қалашықтың бір бөлігін болсын қалыпқа келтіруді көздедік. Соның арқасында аспан астындағы мұражайда пайда болып, келушілерге тарихтан сыр шертелмеді деген мақсат болатын. Анатолий Плешаков өз білгенін университетте студенттерге үйретіп, тарих пәнінен сабақ береді, археологиялық экспедицияларға апарып, жастардың тарих қойнауына тереңірек бойлауына мүмкіндік береді. Бұл мамандықты таңдауына бала күнгі арманы сеп болғанында жасырмайтын ол, әрқашанда жұмысы мен отбасын қатар алып жүруге тырысады. Ал Галина Николаевнаның айтуынша, ол күйеуін сирек көргенімен әрқашанда қолдаған екен. Мы ждали. Анастасия қызымыз туатын кезде Анатолий Литвада болатын. Енді қызымызды босану уақытында оның қолдауы қажет болды әрине. Бірақ та ол 29 шілдеде сапардан келіп, 31 күні Настя дүниеге келді, үлгерді. Сол қызы Анастасия әке жолын таңдапты. Бүгінде жоғары оқу орнында сабақ береді. Алыс сапарларға әкесімен бірге шыққанды да ұнатады. Сейчас я преподаю на кафедре правовых дисциплин. Мен де қазір Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде сабақ беремін заңгер мамандығымен. Бұл менің екінші білімім. Ұстаздық жаныма жақын болғандықтан осы саланы таңдадым. Экспедициялардың арқасында бірнеше тарихи жаңалықтарға қол жеткізіп, әлемге танылған тарихшы өзім патриот санайды. Бірақ та отбасы ең үлкен өмірі байлығы дейді ол. Самат Сапаралы, Екатерина Белоусова, Азамат Жантурин, ақпарат.